Қайырлы күн, құрметті жастар. Бүгінгі Жас Лайф жобасының кезекті шығарылымы Қошанкөл ауылында. Кейіпкеріміз Қошанкөл ауылының тұрғыны жас кәсіпкер Каримолин Аян Ғайсалы. Саламатсыз ба? Бізге ең алғашқы өзіңіз туралы қысқаша және кәсібіңіз туралы айтып кетсеңіз. Саламатсыз ба? Бүгін мына менің шағын шаруашылығыма қош келіп отырсыздар. Мен мына Батыс Қазақстан облысы Казталовка ауданы Қошанкөл ауылында 1993 жылы 3 қазанда дүниеге келгенмін. Жастайымнан осы жылқыларға өте қызығушылығым өте, жылқыларды өте жақсы көремін. Баяғыдан арманым еді осы жылқыларды сауып, қымыз саумал кәсібіне айналыссам ба деген. Бұған дейін мен жастармен жұмыс жөніндегі ресурс орталығында жұмыс жасағам. Былтырғы жылға дейін, былтырғы жылдан бастап осы өзімнің арманыма, алға қойған мақсатыма бет тұрып осы кәсіппен айналысып жатырмын. Былтыр 2 биеден басып сауған болатын, биыл 5 биеге жетіп отыр. Бұйырса жылдан жылға дамытып, биелердің санын көбейтіп, біздің ауданымызда, бұдан қалай берсе облыста, қаламызды бар күш-жігерді салып, кәсібін дамытуға, алға қарай жылжытуға жұмыстанатын боламын. Қазіргі уақытта қанша сауын биеңіз бар? Енді қазіргі таңда 5 бие сауып отырмыз. Былтырдан бері айналысып жатырмын. Былтыр 2 бие сауған болатын, алдағы уақытта келер жылдары биенің санын көбейтіп, кәсібімізді ұлғайтамыз деген ойдамыз. Күніне қанша рет сауасыз? Күніне 6 мезгіл сауылады, 2 сағаттан. Сауып болғаннан кейін далаға жіберіледі, таңда айдалып келінеді. Осында жем шөбі жеп, суын ішіп, құмдарынан арынан саулатын болады. Аян Ғайсалының қымыз дайындайтын арнайы орнына келдік. Енді кезекте қымыз дайындауға нақты тоқталамыз. Қымыздар енді сауылып келіп осында алып келінеді. Жаңағы саумал ішетін кісілер болатын болса, саумал ана жақтан құйылып беріледі ол кісілерге. Ал енді қалғаны осы күбіде құйылып, осы күбіде ашылады. Сосын ыдысқа қотарылып, онымен баклажкаларға құйылып, оларға жарнама қағаздар жабыстырылатын болады. Енді бұл процестің бәріне енді бір өзім жасайын деп айтпаймын. Енді бұл жұмыстың бәрі отбасымызбен, жаңа анам бар, жаңа қарындастарым бар. Солар қотарып, баклажкаға құйып, сырттарын жабыстырып, көмектерін тигізіп жатыр. Сол осы кәсіпке енді отбасымызбен түгел айналысып жатырық десек болады. Көбеде қымыз қанша уақыт тұрады? Көбеде қымыз ашығанша тұрады ғой. Енді ең көп дегенде тек қана 1 тәулік қана тұрады. Соның қалғаны ашымалға қалып, ішіне ашымал қалдырылып, қалғаны қотарылып құйылып, содан кейін тұтынушыларға жеткізіледі. Жалпы қымызға деген сұраныс тұтынушыларыңыз тек аудан көлемінде ме? Қай өңірлерден алдыртып жатады? Енді әртүрлі өңірлерден сұрап жатыр. Енді облыс орталығынан да сұрап жатыр. Енді қымыз жаңағыдай біреулер жаңағы тойға, қуаныштарына, жақсылықтарына сұрап жатыр. Біреулер қазіргі таңда дәмге, енді жарнамаға қоса артында орынға, артқы орынны
жаңағы дәннің кімдерге арналған, қандай тойға арналған жазылып, немесе суреттері қойылып, солай беріп дәмге салуға жіберіп жатырмыз Орал қаласына да. Енді аудан орталығынан да өзіміз ауылдық округтерден де тұтынушыларымыз бар. Жеткізу жағынан қиыншылық көріп жатқан жоқсыз ба? Енді қазір жеткізу жағынан қиыншылық көріп жатқан жоқпыз. Келіп алып кететіндер де бар, немесе жүріп жатқан таксилерден беріп жүріп жатырмыз. Өздері қарсылап алып қалып жатыр. Жалпы осы қымыз қорабының сыртындағы дизайнын біреуге тапсырыспен жасаттыңыз ба, или өзіңіз дайындайсыздар ма? Енді бұған тоқталып кететін болсақ, мен өзімнің негізгі алған білім есептеу техника және бағдарламаны қамтамасыз ету программист болып табылады. Орал қаласында 3 жыл білім алған. Сол себепті бұл жарнаманың барлығын өзім компьютерде жасап, өзім принтерден шығарып жауыстырамыз. Және де бұндағы суреттердің барлығы өзім түсірген суреттер жылқылардың, талардың түсірілген. Өзіңіздің жылқылары, Осы кәсібіңізді кеңейту жолында қандай жұмыстар атқарып жатырсыз қазіргі уақытта? Жалпы осы кәсібімізді кеңейту мақсатында үйіміздің жанына белгілі ғимарат тұрғызып жатырмыз. Ол ғимарат осы қымызға арналады. Осы құралдардың бәрі сонда апарылып, сауна сол жерден беріліп, қымыз сояқтан құйылатын болады. Және де тұтынушыларымызға қымыз сол шағын дүкенімізден сояқтан сатылатын болады. Аян Ғайсалы, сізге бүгін қатысу көп рахмет. Енді сізден жастарға келгенше кеңес сұрасам. Енді жастарға айтатын тілек болса, енді жастарға тілерім тек өздерінің алға қойған мақсат армандарына жетуге, сол жолда талмай еңбектенуге шақырамын. Және де мына осындай біздер сияқты жастарға кәсіп бастауға, ауыл шаруашылығында болсын, қандай басқа шаруашылықта болсын, үкімет тарапынан жақсы гранттар бөлініп жатыр. Сол гранттарға қатысып, бизнес план жоспарлап, сол жоспарларын жүзеге асырып, халыққа, елге керек өте қажет нәрселер ашып, кәсіптерін бастауға шақырамын.